Ассаламу алейкум, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, қолжетімді заттардан жасалатын испанский чизкейк дайындаймыз. Бөлме температурасында тұрған сүзбелі ірімшікке қантты салып, біркелкі болғанша араластырамыз. Отыз 35 пайыздық кілегей қосамыз. 10-20 пайыздық кілегейлер жарамайды. Одан кейін жұмыртқаны бөлек ыдыста араластырып, осы массамызға қосамыз. Венчиктің көмегімен біркелкі масса болғанша араластырамыз. Егер миксерлеріңіз болса, баяу жылдамдықта араластырып алсаңыздар болады. ұн немесе жүгері крахмалын қосып араластырамыз. Енді формамызды дайындаймыз. Осындай дөңгелек қалыпты алып, яғни осындай кольцоны қолдансаңыздар болады. Пергамент қағазын видеодағындай орналастырып, дайын болған қамырымызды құямыз. 200 градуста қызып тұрған пеште шамамен 1 сағат 10 минуттай пісіріп аламыз. Піскеннен кейін ортасы кішкене былқылдап тұрады, ол қалыпты жағдай. Қатты көтеріліп тұрған чизкейкіміз толық суығаннан кейін басылатын болады. Толық суығаннан кейін формасынан босатамыз, пергамент қағазын жыртып алып тастасаңыздар болады. 1 сағат тоңазытқышқа қойып аламыз. Осымен біздің өте дәмді, оп-оңай жасалынатын, қазіргі хит болып жатқан Сан Себастьян испанский чизкейкіміз дайын. Бельгийский шоколад құйып, дәмін тата берсеңіздер болады. Сіздермен болған Балжан Канафина.